Ал бүгін эфирге дайынбыз. Отырық күтіп, бәрін kesin жиналсын деп. Эфир көріңіздер бүгін. Не көрірсіз? Мағжан, сізді естідім, той ұйымдастырумен айналысады деп. Өзіңіз ән айтасыз ба? Ал, қайырлы кеш. Ханымдар мен мырзалар. Қалайсыздар? Эфирден шықтық. Енді үйге. Шатам, күндеріңіз қалай өтті? Не жаңалық, не тіршілік, не движение. Барлықтарыңызға қайырлы кеш болсын. Негізі, жаяу жүрсең, біраз нәрсе көреді екенсің, иә? Мысалы, мынандай керемет сұлулықтар машинамен өтіп кетсең білмейсің ғой, жаяу келсең мынау. Камера негізі өзі көрсетпейді мына сұлулықты. Көзбен көргенге не жетсін ба? Жандос, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Күшті ме бәрі? Жақсымыз? Камила қалай? Жақсы ма Камила? Бүгін ортаға шығамыз біз. Білмеймін, шығасыздар ма? Үсті бізден ешкім айтпады. Санаттан тартып алдыңыз ба? Санатта болған да жоқ қой. Мәссә. Жоқ деймін да, жамандап алып. Қайттан ортаға шығып танысайын дегеніңіз қалай кетті деймін да. Не деп жамандадың? Не деп жамандамадыңыз сіз? Не деп жамандадың? Білмеймін, жамандаған сияқты болдым. Жамандағанға жақты. Қалай ұялмай кездесіп жүрсіз деп жатырмын да. Сен мені анаяқтан шақырып алған осы ма? Жамандау үшін. Ойнап айтам. Ау, қайқа апардыңыз? Иә. Жалпы бұрынғы қызыңызбен жүрген қалай екен қайтадан? Біз екеуміз қазір жүрген дейді, саналмаймыз бар ғой. Екеуміз. Білмейміз кім екеніміз бірімізге ше. Бірақ бірінші күні біз кезінде жүрдік қой ше. Бір жерге. Всегда бір жерге бар тамақ ішеміз. Атын айтпай ақ қойайын мен. Біз рейтингісі жоғары бағдарламаның сторисында ол реклама болмай ақ қойсын ол жерлер. Сол жаққа барып тамақ іштік. И соның артында мындай речка бар да. Сол жаққа барып екеуміз скамейкасында отырып жүретінбіз. Сол жаққа бардық, біраз нәрселер есіне түсті. И ол сол күннің ертесіне бір тойға дайындалып та ғой. Сол жерде мама шақырып алды. Бірақ түнде болып кеткен. Сонымен үй жағына қарай апарып тастадым. Одан кейін ол қазір той, құдалық, анау-мынау деп әлі жүр. Бірақ кеше түнде жолығамызды да ойлаған едік қой. Сонымен мен кеше кішкене бір кәдімгідей екеуміз шай ішіп тұрмын айдадым ғой. Кеше кішкене былай өз-өзіме көңіл бөліп кішкене жүгіріп сөйтсем. Сонымен Камилаға звондадым да, не істеп жатсың деп.